Ассалаумағалейкум ағайындар, бау-бақша сүйер қауым. Бүгінгі видеомызда қызанақ, помидор жемістерінде, басқа да жемістерде көптеп кездесетін вершинный гнил ауруы жайлы толығырақ айтып өтеміз. Видеоның соңына дейін қараңыздар, каналға тіркеліңіздер. Видеоның соңында бір лайк баса кетіңіздер. Қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Енді көпшілігіңіз бақшаңызда кездестірген шығарсыңыздар, осындай жемістеріңіздің асты қарайып, шіріп, пісуге жақындағанда осындай ағып кетіп, жеуге жарамсыз болып қалып жатады. Бұл вершинный гнил ауруы. Енді жемістеріңіз жоғары жақтан да шіруі мүмкін. Енді бұл темаға қатысы болмаса да айта кетейін. Жемістер гүлдеген кезде, тозаңданғаннан кейін жеміс түйген кезде, жаңа гүлдерінің сары жапырақтарының шеті жемістердің сабағының арасында қысылып қалып, сол жерге ылғал жиналып шіруі мүмкін. Бірақ бұл енді сирек кездесетін жағдай, вершинный гнил емес. Енді бұл қазіргі айтып отырғанымыз вершинный гнил. Бұл жемістердің осы астың жағы қарайып, пісуге жақындағанда шіріп, ағып кетіп, жеуге жарамсыз болып қалып жатады. Бұл вершинный гнил ауруы. Вершинный гнил ауруының келіп шығуының негізгі себептері бұл жемістерімізді, көкөністерімізді дұрыс тамақтандырмағандықтан, азықтандырмағандықтан болады. Яғни кальций тапшылығынан, кальций жетіспегеннен болады. Енді жемістеріңізді жаздың күндері ыстыларда тез-тез суаруымыз керек, ылғал мол болуы керек. Өйткені жеріңізде енді ылғал мол аз болса, болмаса, ол астында құнарлығы қанша болса да, астына берген удобрениеңіз кальций болсын, басқасы болсын, оны тамыр арқылы жоғарыға жеткізіп бере алмайды. Ылғал міндетті түрде ылғал мол болу керек. Осы суаруды жақсы қадағалап, жақсы қарап, бақылап отыруымыз керек жаздың күндері. Суаруды жақсы қолға алуымыз керек. Енді сіз жаздың күндері енді бір-екі күн суара алмай қалсаңыз, енді сіздің жемістеріңіз суға сұранысы болып тұрса, ол енді міндетті түрде ар жағындағы құнарлықты да ала алмай, осы бір-екі күннің ішінде сіздің жемістеріңіз бір жағынан суға сұраныс болып тұр, бір жағынан жаңағыдай элементтерге де сұраныс артады. Су арқылы ол жоғары қарай берілгендіктен, соның себебінен осындай вершинный гнил ауруларына шалдығуы мүмкін. Соның үшін бірінші кезекте жемістеріңізді тез-тез суарып, ылғалдық мол болу керек, сосын тамақтандырып тұруыңыз керек. Енді осындай бақшаңызда вершинный гнил аурулары пайда болса, сіз жемістеріңізге кальций удобрениесін, кальций элементін беруіңіз керек. Оның үшін 10 литр суға 5 грамм кальцийді араластырып, тамырынан әр түпке 500-500 граммнан құйып шығуыңыз керек. Сосын тағы да 10 литр суға 5 грамм кальцийді араластырып, оны жапырағынан шашып шығуыңыз керек. Енді тамырдан беру дегенде, бұл жерде тамырдан берген кездері, енді ол тамыр арқылы кальцийді болсын, басқа да удобрениені болсын, жоғары қарай жоғары жақтың барлық жеріне дейін жеткізіп бере алмайды. Өздеріңіз енді бақшаңызда байқап қарасаңыздар, осындай қарайып кеткен вершинный гнил аурулары бірінші, екінші бұтақтарда көп кездеспейді, жоғары жақтарында көп кездеседі шірейді. Оның себебі жаңағы айтқанымыздай, топырақтан алған жаңағы құнарлықты, күшті энергияны ол жоғарыға, барлық бұтақтарға, барлық жемістерге жеткізіп бере алмайды. Соның үшін біз оны жапырақтан да азықтандыруымыз керек. Жаңағы айтып отқаным 10 литр суға 5 граммды араластырып, кальцийді жапырақтан да шашуымыз керек. Ол енді жоғары жағына жетпей қалған жеріне жапырақ арқылы сіңіп, осындай аурулардың алдын алады және болдырмауына үлкен көмегін тигізеді. Осындай қылып бақшаңыздағы жемістеріңізге тамырынан да, жоғарғы жапырақтан да тез-тезден аптасына бір рет, осындай жаздың күндері аптасына бір рет азықтандырып тұруымыз керек. Неге дегенде, осындай жаздың күндері суға деген сұраныс артады, жаңағыдай азыққа, тамаққа деген сұраныста өте жоғары болады. Байқасаңыздар, өзі қатты ыстыларда күшейеді, бұл аурулардың бәрі көбейіп кетеді, күшейеді, пайда болады ыстыларда. Өйткені жаңа айтқанымыздай, суға деген сұраныс болады, азыққа деген сұраныс өте жоғары болады. Су аз болса, автоматически мынандай азыққа дегенде сұраныс жоғары болып кетіп, осындай аурулардың пайда болуына алып келеді. Себебі енді ылғал болмағасын азықты ала алмайды. Бірінші кезекте дұрыс суаруымыз керек. Енді біреулер айтып жатады, бақшамыздағы жемістерімізге біз кальций да беріп жатырмыз, су да беріп жатырмыз, сонда да осындай аурулар бар, вершинный гнил аурулары пайда болып жатыр, неге деген сұрақтарды қояды. Енді бұл жерде сіз кальцийда берген болсаңыз, сонда да осындай ауырып тұрған болса, азотты көп берген болуыңыз мүмкін. Бұл азот кальцийға қарағанда тез сіңеді, жеміс ағаштарының бойына тез сіңеді.
және де бұл кальцийдің сіңуін тежеуі мүмкін. Азот пенен кальцийді бірге берсеңіз, азотты көбірек берсеңіз, кальцийдің сіңуін тежеуі мүмкін. Азоттың өзі сіңіп кетіп, кальций сіңбей тұрып қалуы мүмкін. Сіз топырағына, тамырына азот, кальцийді бердіңіз, бірақ ол ала алмай тұруы мүмкін. Сол азотты аздау беру керек жемістерге. Кальциймен берген кезде азотты аздау беруіміз керек. Немесе оның арасын алшақтатуымыз керек, екеуінің арасын беруін. Сонда бұл енді кальцийдің жемістерге сіңуіне жақсы болады, азотты аздау берсек. Енді тағы біреулер айтып жатады, суарып та жатырмын, азотты да ондай қатты көп беріп жатқан жоқпын, кальцийді беріп жатырмын, сонда да мынандай жемістерімде аурулар осындай бар пайда болып жатыр деп тағы біреулер сұраған екен. Енді ол кездері мысалға мына кальций жаңа айтқанымыздай тамырынан астынан берсеңіз, ол енді сіңбей жатқан болса, бұл кальцийді берген кезде кальцийдің алдын міндетті түрде борная кислотаны шашып жіберген дұрыс. Бұл борная кислота бұл жемістер үшін өте пайдалы, және де бұл кальцийді тез сіңіруіне жақсы көмегін тигізеді. Соның үшін бұл кальцийді жемістеріңізге берместен алдын 2-3 күн бұрын борная кислотаны шашып жібергеніңіз өте жақсы болады. Содан кейін кальцийді берсеңіз, жемістеріңізге өте жақсы әсер етіп, жаңағы сіңу процесі тез жүріп, осындай жемістеріңіздің осындай аурулардан тез арылуына және де алдын алуына өте жақсы көмегін тигізеді. Борная кислота бұл жемістерге өте керек элементтердің бірі. Мінекей осындай барлық элементтер бір-бірімен байланыста болады, бір-бірінің жұмысын жақсылайды. Осындай қасиеттері бар элементтердің. Осылай бақшаңыздағы жемістеріңізді осындай алып дәрілеп тұрсаңыз болады. Борная кислотаны 2-3 күн бұрын сеуіп жіберіп, содан кейін осы кальцийді тамырынан беріп, одан кейін жапырақтан шашсаңыз, өте жақсы әсерін көрсетеді. Элементтер бір-бірімен байланысты жақсы жұмыс жасайды. Осылай достар. Сонымен бірге енді мына помидор болсын, басқа да жеміс ағаштар болсын, бұның астыңғы енді жаңағыдай бұтақтарын жұлып, сиретіп, жақсы жаңағыдай ауа айналымын жақсартып тұру керек. Бұл да енді аурулардың алдын алуға жақсы көмегін тигізеді. Жаңағыдай жемісі жоқ бұтақтарын жұлып алып тастау керек. Жақсылап астында ауа айналымын жақсылау керек. Сонымен бірге жаңағы ылғалдықты мол болу керек, ылғалдық суаруды жақсы жолға қоюымыз керек. Сосын жаңағы айтқанымыздай қылып, удобрениелерді, борная кислота, басқасын жақсылап сондай қылып беріп тұруыңыз керек. Сонда сіздің жемістеріңіз ауырмайтын болады, аурудың алдын аласыз. Жақсы, әдемі, күшті жеміс береді. Осылай достар, каналға тіркеліңіздер, лайк баса кетіңіздер, қолдау